тоқтайды, сол кезде сол сұраққа жауап бересіз, иә? Конец. Дыбыс жайлы ғылым не деп аталады? Акустика деп аталады. Акустика деп аталады. Дұрыс айтасың, отыр. Дұрыс па балалар? Дұрыс екен. Ал қайтадан бұл сұрақ өтті. Енді келесі кім шығар тақтаға? Кел, мені кел. Балалар, сабаққа асатысып отырамыз. Айналдырамыз. Өзі тоқтайды. Биологиялық құбылысты ата.